1906 жылы ақын Барту Агния өмірге келді. Мектепте оқып жүріп, Ахматова мен Маяковскийдің шығармаларынан шабыт алып, өзінің алғашқы өлеңдерін, эпиграммаларын жаза бастайды. 1925 жылы Қытай баласы Ван Ли ұрлықшы аю жырларын жазады. Артынша 1 май бауырлар туындылары жарық көреді. Барту Агнияның осы шығармаларын оқыған Корней Чуйковский жас ақынның бойына нағыз бала жанын түсінетін, балалар ақынына сай қасиеттерді байқайды. Ақынның жырлары көптеген тиражбен шығып, оқулықтарға да енгізіледі. Осылайша Барту Агния балалар мен жасөспірімдердің ең сүйікті ақынына айналады. 1972 жылы Volkswagen концерні бір ғана модельді шығаруда жаңа әлемдік рекорд жасады. Вольсбургтегі конвейерден жүк көлігінің 15 миллион 7034 данасы шығарылып, нәтижесінде Ford T-ның 15 миллиондық рекордын жаңартады. 1992 жылдан шығарылған жүк көлігінің саны 21 миллионға жеткен. Бұл додада 45 жылда 30 миллион Corolla'ны шығарған Toyota'да бақ сынамақшы. Алайда ескеретін бір жайт бар. 1966 жылғы Corolla моделі мен 2012 жылғы темір тұлпардың айырмашылығы көп. Бұл екі түрлі көлік деген ой айтылады. Ал жүк заманауи кішігірім жаңартпаларды ескермегенде түп нұсқадан қатты алшақтамаған. 1852 жылы Санкт-Петербургте Эрмитаж музейлік кешені ашылды. Қазіргі таңдағы Ресейдің, сонымен қатар әлемнің ең ірі мәдениет ордаларының бірі өз тарихын Ресей патша ханымы Екатерина II-ның жинаған қолөнер шығармалары мен көркемөнер туындыларынан бастайды. Заманауи мемлекеттік Эрмитаж үлкен әрі күрделі кешен болып табылады. Оның басты бөліктері, яғни көрме залдары, Санкт-Петербургтың орталығында Нева өзенінің жағасында 5 ғимаратта орналасқан. Арасындағы ең негізгісі Қысқы сарай деген атпен танымал. 1947 жылы Америка дауысы радиостанциясы орыс тілінде эфирге шықты. Тарихы 1942 жылдың 24 ақпанында басталған радиостанция эфирге біз әртүрлі тақырыпта сөз қозғаймыз. Жаңалықтарымыз да жақсы жаман болуы мүмкін. Дегенмен сіздер тек шынайы ақпарат аласыздар деген сөздермен шықты. Алғашында радиостанцияның басты міндеті геббельстік насихатқа қарсы жұмыс жасау болды. 1949 жылы радиодан бағдарламалар украин тілінде, ал 1951 жылы латыш, эстон, грузин, армян және әзірбайжан тілдерінде тарала бастады.